Баршаңызға сәлем, құрметті мен малдың көрермендерім. Сіздермен мен Гүлзада. Бүгін күнжіт қосылған бауырсақтан пісіруді көрсеткім келді сіздерге, бөліскім келді. Өте жұмсақ, дәмі де керемет болады екен күнжіт қосылып пісірген бауырсақтың. Барлықтарыңызға пісіріп көруді кеңес беремін. Осындай әдемі болып шығады екен. Барлықтарыңыз бауырсақтың қамырын илейтіп білесіздер. Дайындап алдым күлшелеп. Үстіне күнжітті себеміз. Бауырсақты мен сұйық маймен жаям, кішкене қолымды сұйық майға малып аласыздар да. Күнжітті сеуіп, екі жағын біргелкі қылып, қамырымызды жайып аламыз. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Мен үшін ол өте маңызды. Менің арнамды қолдап отырыңыздар. Қиықша етіп кесіп аламыз бауырсақтың бәрін. Енді табанызға мен кішкене тоң май қосып пісірем. Тоң майға сұйық майды араластырып, бауырсақ пісірсеңіздер, бауырсақтарыңыз қатты майлы болмайды. Бойына майды сіңдіріп алмайды. Осылай орташа отта қызған бауырсақтарымызды салып пісіріп аламыз. Қызартып екі жағын. Мен каналыма өзім жасап көрген рецепттермен бөлісетін боламын. Оңай, тез жасалатын. Екі жағын пісіріп аламыз, қызартып. Қызарып, әдемі болып пісті. Бауырсағымыз дайын болды. Түрі де әдемі көрінеді екен. Күнжітпен өте жұмсақ. Күнжітпен жайылғаннан кейін өте бір ерекше дәм беріп тұрады екен. Барлықтарыңызға осы әдісті қолданып бауырсақ пісіруді кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын.